Қайырлы күн көрермен, біздің Overcome шығарылымы бүгін хабарлайық жобасына арналмақ. Біз бұл жерде не істеп жүрміз? Ең басты жұмысты кім жасайды? Мен жақында қайтқан кезде де театрда ойнаған актерлар мен актрисалар бар. Жас 13-те, ондай сұрақ қоймаңыздар еді қой. Ер кісілер особенно сұрайды. Журналист емеспін ғой, блогермін десе. Толығымен жеткізер ойымыз аяттың расшифровкасында. Жалғыздыңдар. Көпшілігі экран бетінде жылтырағанға ғана назар аударады, ал біз бүгін экран сыртында кімнің бар екенін білетін боламыз. Телевизиялық жобаның сыртқы қайнаған ортасын халыққа жеткіземіз. Мүмкін біздің бағдарламадан өзіңізге қызықты, танымды дүниені көріп қаларсыз. Дәл қазір біз қазақ фильмінің басты алаңындамыз. Түсірілім сағат 19:00-де басталғанымен, қазір сағат неше болды? Сағат 4-тен бастап жұмысшылар өз істеріне кірісетін көрінеді. Жүріңіздер, ішке кірейік. Қазір біз бас редактор кабинетіне келдік. Сіздердің жұмыс бағытында атқаратын міндеттеріңіз қандай? Толық осы бағдарламаның қонағы бекітілгеннен бастап творчестволық жұмыстары, қонаққа ақпарат жеткізу, ол қонақ жайлы ақпарат журналист дайындап береді. Бізде авторлық команда бар, қосалқы жүргізушілермен жұмыс жасайтын журналистер бар. Солармен бірігіп отырып, бір бағдарламаның толық творчестволық сценарийін дайындау. Вообще қиыншылық жоқ. Жұмыс барысында қиыншылықты өте көп. Біріншіден, ол адам туралы толыққанды ақпарат және ол танымал адам болғаннан кейін міндетті түрде бірнеше бағдарламаларға, бірнеше телеарналарға барып тастаған болады. Ол бағдарламаларға ұқсатпай, жаңа, ең бастысы көрерменге ұнайтын бағдарлама шығар. Бағдарламада ең басты жүргізуші ол Аман Тасыған, оның барлықтарыңыз танисыздар, және 4 соведущий бар. Олардың әрқайсысы бір-бір күннен аптасына 1 рет шығады. Одан бөлек 3 авторлық құрам бар, 3 адамнан құрылған редакторлық құрам бар, журналистер, монтажбен айналысатын жігіттер бар, оператор. Жалпы 10-15 адам творчестволық жұмысқа жауап береді. Бір шығарылымға жоқ дегенде 3-4 күнде. Елімізде болып жатқан өнерде, ғылымда, спортта, тағы басқа салаларда болып жатқан жаңалықтарды ұстау керекпіз. Кімнің қолы бос, сол келе алмайды. Қай әнші бүгін Алматыда жүр, соны шақыра салмаймыз. Ең басты, ең қиын да сол бағдарламада. Инфоповод болмаса өте қиын. Бізде ең бастысы біз проблемадан барынша қашамыз. Отбасылық өсектер болмаса қара пиарлардан, өйткені біздің бағдарламаның мақсаты найт шоу ғой, найт шоу стилінде кешкі көңілді танымдық сұхбат. Мен жоқ, олай айтуға болмайды негізі, өйткені режиссердің өзінің жұмысы бар. Жобада администратор болмай қалса, соның өзінде жоба құлдырап қалады. Даже жобада біздің көлік жүргізушісі болмай қалса, соның өзінде жоба қиыншылыққа ұшырайды. Сондықтан үлкен бір үй ғой бұл жоба. Бағдарлама бастауын жасаған Аман Тасыған мырза сол себепті хабарлайық жобасының қайдан пайда болғанын басқасы білмесе де сол кісі біледі. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Жобаның негізін қалаушысы өзіңіз екенсіз. Жоба бағыты туралы айта кете аласыз ба? Аты айтып тұрғандай, жалпы хабарлайық. Бұл кешкі уақытта өтетін жоба. Еліміздегі әдеби-мәдени, спорттағы, немесе кино әлеміндегі, ән әлеміндегі болып жатқан әртүрлі жаңалықтарды халыққа, көрерменге жеткізу жолында жарыққа шықты. Әуеліде басқаша жоспарладық. Аман Таймс деген. Одан кейін енді хабар арнасына шығарғаннан кейін хабарлайық деп атын өзгерттік. Жобаны теледидарға ұсыну кезінде белгілі бір қиыншылықтар орын алды ма? Кез келген жоба жолға түскенге дейін оңай емес, қиын жұмыс, көптеген жұмыстар атқарылады. Мынау декорациялық жұмыстар, жарық қою, павильонды табу, дұрыс техника табу және осы жерден тікелей таратылым, яғни Алматы қаласында отырып, Астана қаласына сигнал жіберу өте көп уақытты және көп жұмысты талап етеді. Шығармашылық жұмысқа келетін болсақ, қосымша жүргізушілерді табу, редакторлардың міндетін бөлу және авторлардың жұмысын жетілдіру деген секілді продюсерлар бар, басқа да мамандар бар. Солардың барлығын басын біріктіріп,
бір жолға бір ізге түсіріп, содан кейін барып жүк жеңілдейді. Толық құрамды қалай жасақтадыңыз? Уақыт өте келе өзі адамдар келеді, кетеді. Бірінші кезекте команда жасақтауға уақыт керек, екінші кезекте тәжірибе керек, үшінші кезекте біліктілік және әр маманның көңілінің кілтін табу керек. Бағдарлама жүргізушілері қалай таңдалды өзіңізден басқа? Қосалқы жүргізушілер біз әртүрлі бағытты қамтуға тырыстық. Айтыскер ақын бар, блогер бар, пранкер бар. Сонымен қатар қазіргі уақыттың сұранысына ие ол стендап комик. Сол 4 бағытты қамту мақсатында 4 жүргізушіні алдық. Солар іске кірісіп жұмыс істеп жатыр. Камера іштегі көңіл күйді сыртқа көрсетеді деп жатады ғой. Соған байланысты сіздің жұмыс барысында көңіл күйіңіз болмай тұрған сәттерде өзіңізді қалай алып шығасыз? Жақыны қайтқан кезде де театрда ойнаған актерлар мен актрисалар бар. Ішкі көңіл күй әртүрлі болып тұрады, бірақ камера қосылған кезде оны көптеген миллиондаған көрерменге түсіндіріп айта алмайсың ғой. Сондықтан өз жұмысыңды адал атқару керексің, қандай көңіл күйде болсаң да. Бұл қонағыңа айта алмайтын сырың болады, көрерменіңе айта алмайтын ақиқатың болады, шындығың болады, мұңың болады, өкінішің болады. Оның бәрін камера арқылы бере алмайсың, жеткізе алмайсың, айта алмайсың. Бірақ ол сенің жұмысың. Мысалы, көңіл күйі жоқ жүргізуші де өзінің көлігін жүргізіп бара жатады ғой. Немесе көңіл күйі жоқ дәрігер де сені емдейді ғой. Сол секілді. Түсірілім барысын толықтай қадағалап, қарап отыратын біздің режиссер мырзамызға келдік. Сәлеметсіз бе? Саламат па? Есіміңіз кім? Ермұхамбет. Жалпы жұмыстағы міндетіңізді түсіндіріп кетесіз бе? Жұмыстағы міндет режиссеріміз, кадрға жауап береміз. Телеканал болғаннан кейін бір рет қоясың, и сол бір рет қойылған нәрсені ары қарай күнделікті соны сақтап отырасың ғой. Сосын күнделікті келген қонақтарға, меймандарға байланысты форматын өзгертіп отырамыз. Алдын ала ақылдасып, тікелей эфир болғаннан кейін неше түрлі форс-мажорға дайын боламын. Өзіңіз үшін қиыншылығы қандай? Мен үшін қиыншылығы сол, бәрі уақытында келу, тікелей эфир өткен. Әшейін бір қызметкер кешігіп келетін болса, кәдімгідей зиян тиеді эфирге. Былай қиындығы да жоқ, бәрін алдын ала дайындап қойсаң, алдын ала жүріп өтсем сценариймен. Болды, бәрі ыңғайлы. Нақты сіз қай группалармен көп жұмыс барысында әрекеттесесіз? Ең бірінші костюмер, гримерлармен қандай киім киеді, қандай грим жасалынады. Одан кейін проход авторлармен, редакторлармен, сценариймен жүріп өтеміз. Одан кейін сигнал тексереміз техниктармен. Одан кейін осветительмен, LED, свет, соны жүріп өтеміз. Соңында сценарийға байланысты операторларға задача беріледі. Ары қарай өзім жұмыс істеймін. Мысалға, кадрларды алдын ала жоспарлап отырасыздар ма негізі? Негізі бәрібірде тракт болғанда, прогон болған кезде бекітіледі ғой, әр камера қандай кадрлар берілетін. Бірақ та кейбір жағдайда ойын болады, кейбір жағдайда тұрып кететін кездер болады, би болады, ән болады. Соған қарай кішкене өзгеруі мүмкін, атат былай классический кадрлар қойылады. Бұл жерде өзіңіз көріп тұрғандай, бұл жерде хабарлайық бағдарламасы, телевидениялық түсірілім. Бұл жерде 6 камера тұр, кран және бір рулин болады стабилизаторда. И қалған 4 камера жерде түсіріледі. Әр камераның орналасу орнына байланысты, әр камераның өзінің тапсырмасы болады. Және бізде көптеген кейіпкерлер болады. Оны әр точкадан, әр камера әр түрлі планда түсіріліп болады. Яғни көркем общий средний планда деген сияқты. Дауыс қадағалайтын бөлімге келдік. Сәлеметсіз бе? Өзіңіздің жұмыс барысыңызды түсіндіріп кете аласыз ба? Жұмыс барысы сол. Келеміз 2 сағат бұрын съемкаге келіп, техникаларды полный тексеріп шығамыз. Микрофондарды, запись каналдарын тексереміз. Әрбір микрофонның волнасы бізге өте маңызды. Ол кеспеу керек, таза жазылу керек деген сияқты. Қиыншылықтар сол, қазір Sennheiser деген микрофондар. Олар осы біздің 5G, 4G связьбен өте байланысты. Просто бұл жерде қиыншылық дұрыс, бос
частотаны таңдап алып соған қою кішкене қиындау, а так былай қиыншылық жоқ негізі. Жалпы қандай аппараттармен жұмыс жасайсыздар, таныстырып кете аласыз ба? Но енді цифровой пульт, уже ол шыққанына производство уже бір 15 жылдай болып қалды. Микрофондар Sennheiser. Бірі біліп, бірі білмес, экран сыртында сіздің көріп отырған әрбір элементке жауап беретін, әдемі орналасуына жауап беретін суретшілер де жұмыс жасайды. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Сіздің жұмыс барысыңыз жайлы біліп кетсек бола ма? Негізі менің жұмысым осы жердегі ойында, передачада болып жатқан ойындар. Сонда реквизиттардың бәрін тауып, неше түрлі нәрсе ойластырып, авторлар ойындар ойластырады. Сонымен осындай заттар жасап, кейбіреуін қолдан жасаймыз, кейбіреуін сатып аламыз. Қиыншылық болған кезде кейбір заттар болады, которые қалмай қалатын заттар болады, и қолдан жасау керек болады. Кейде уақытша кеш айтылып қалады, қонақ озырып кетеді, сондай ғана заттар істейміз. А так былай асау ешқандай қиыншылығы жоқ. Жалпы қажетті нәрселерді қалай іздейсіздер, көбіне қай жақтан табылады ол дүниелер? Базардан іздейсің, арендаға іздейсің, кейбір магазиндерден іздейсің, либо Қазақфильмнің өзінен аласың кейбір заттарды. Мынандай заттарды біз сатып ала саламыз, мынандай заттарды қолдан істейміз деген сияқты. Шелек деген сияқты заттарды біз базардан аламыз. Тіптен бұндай бағдарламаларда келетін қонақтарға бөлек бөлім жауап береді. Жалпы сіздің атқаратын жұмысыңыз қандай? Қонақ редакторы бүкіл қонақтарға жауапты адам боламын. Біздің бағдарламамызға қонақ редактор шақыратын адамдардың бірі боламын. Қонақтармен қандай қиыншылықтар туындап қалуы мүмкін? Кейбір қонақтарымыз болады, келеміз деп келмей қалатын, уақыт жағынан кешігіп қалатын кездер болады. Бірақ Құдайға шүкір, әзірге маған келген қонақтарым бар, мен бір күн, бір апта бұрын алдын ала реттеп аламын. Нақтылап, бүгін мысалы басталса, бағдарламамыз кешкі сағат 6-да басталса, мысалы, мен күндізден бастап еске салып, алдын ала реттеп отырамын. Жалпы көбіне енді қалай айтсам болады, бір қонақ жоқ десе, мен енді ол кісінің уақытына қараймын. Актуалкада жүрген адамдар жаңалықтары бар болса, мысалы, бір апта бұрын, 2 апта бұрын алдын ала шешіп аламыз. Экран бетіндегі жұлдыздарды біздің көзімізге одан сайын жайнатып, әдемілеп көрсететін келесі аруларымыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің жұмыс барыстарыңызға байланысты сұрақ қойсақ. Мысалға, экранға шығатын адамның камера ол кісілерді толықтырып көрсетеді, және де беттегі бүкіл недостатки дейді ғой, соның бәрін көрсетеді. Сондықтан біз грим максимально скрывать етіп, оның экранға әдемі болып шыққанын қадағалап отырамыз. Неше минут алдын дайындап қоясыздар, мысалы, қонақтарды? Әр кезде әрқалай болады, қонақтың келген уақытына байланысты. Ұнамай деген әлі болған жоқ, бірақ үлкен кісілер сұрайды, грим керек емес деп, ер кісілер особенно сұрайды. Бізде енді ер кісілерге де жасаймыз, жаңағы тоналка жағасын, пудрасы жағасын, и ондайда аллергиясы бар адамдар сұрамайды. Каждый проект сам все подразумевает определенную тематику, определенный формат. Естественно, работа стилиста заключается в том, чтобы соответствовать этому формату. И нужно всегда помнить, что это прежде всего шоу на телевидении, поэтому образы должны быть яркие, очень интересные, стильные и запоминающиеся. Көбінесе мен өзім іздеймін, партнерларды іздеймін, солармен келісіп, съемка алам. 4 психотип бар стилистикада негізінде. Темпераменттен қараймыз, мінезіне қараймыз, сондай. Әрине, біріншіден форматқа сәйкес болу керек, екіншіден жүргізушінің ішкі дүниеге сәйкес болу керек. Бүгін бізде қонақта бірі өзіңіз. Осындай қарбаласта сіздерге қызық болады деген сұрақтармен қонақтардан да сұхбат алып жүрдік. Нақты идеясы қайдан пайда болды? Идея негізі Қырғызстаннан. Именно идеясы Қырғызстаннан келген Автандил Батырбеков деген Черный двор сериалының оператор-постановщигі болған. Сол жігіт осы идеямен келді. Ары қарай сценарийді уже мен және қасымдағы Әлем деген жігіт екеуміз жаздық. Жалпы сіздердің өздеріңіз халыққа осы киномен не жеткізгіңіз келді? Бұл жерде ең бастысы осындай бәріміз көріп отырмыз дүниеде Қазақстанда не отқанын. Ең басты жеткізер ойымыз ол мейірімділік, кешірімділік
себебі адам адамға деген құндылықта бір-бірімізге кешірімді болуымыз керек. Сол негізгі бастар айтар ойымыз болды, ал әділетсіздік тақырыбы ол сюжет барысында. Сол себептен киноның соңында Құранның аяттары бар. Бұл негізгі толығымен жеткізер ойымыз сол аяттың расшифровкасында. Кейіпкеріңізді өзіңізбен шатастырып алған кез болды ма? Әрине болды. Ондай әр фильмді бітірген соң, әр киноны проектті бітіріп келген соң, басына сол енді полный жүректен өткізесің, көңілден өткізесің, басынан өткізесің, оқыған бәрін ойнап шығасың. И сондай кезде бір ажыратын енді қалып қалады, соның нелері қалып қалады, іздері қалып қалады. Оның іздері міндетті түрде қалады. Ең бастысы сол іздерді бүйтіп жай түсіріп тастап, өзіңнің өміріңмен ары өмір сүру. Жалпы бүгінгі түсірілім сіздерге қаншалықты ұнады, қанша пайыз десек болады? Жасы 100% ұнады, бәрі. Жұмысшылардың еңбегін көрсететін Аман Тасығаннан бөлек тағы да қосалқы жүргізушілер бар. Солардың да жұмыс жайлы білейік. Предте болып жатқан жерлерге, предпоказдарға барып, атақты адамдардан сұхбат алып, осы жерге алып келемін. Конечно, болады. Мен журналист емеспін ғой, блогермін. Қазір қобалжымаймын, басында қатты қобалжығам, дірілдеп, былай. Өзіме миыма құйдым, арай сен қобалжысаң, ештеңке шықпайды сенен деп, өзімді қолға алып алдым. Как бізде премьералар четверктен воскресенье аралығында болады всегда. Премьера, ашылу, предпоказдардың барлығы сол жерде болады. Звондайды, понедельник звондайды, либо сол күні звондауы мүмкін. Бүгін кешке бізде премьера тез кел деп. Дайындықсыз барам, сол жерде жазып береді сценарийді, сол жерден айтып отыра берем. Телефонға қарап сұхбат ала берем. Әуенмен сүйемелдеуші мырза да осында екен. Сізге қояр сұрағым бар еді, сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Әділет. Жалпы әуенмен сүйемелдеуші адамның бағдарламада орны қаншалықты маңызды? Негізі бүкіл дауыс, звук, сопровождение бағанағы бір қызықты моменттер болған кезде любой жерде сон музыканың сопровождение по-любому керек негізі. Сондықтан менің ойымша бағдарламаның 20% негізі сол музыка қоятын адамдарға байланысты деп ойлаймын. Музыканы алдын ала дайындап қойсыздар ма? Жоқ, негізі по ситуация ғой. То, что бірақ кейбір кезде енді айтады, то, что мынандай өлеңмен шығады, андай өлеңмен өлең айтып шығады деп дінде бар. Тікелей эфир шықпас алдын қонақтар түскі уақыттан бастап таныстырылады. СМ маманның айтуынша соңғы бір айда адамдарды қамту саны миллионнан асқан. Ресми парақшадан бөлекте көрсетілім сандары жоғары. Бізге бір-ақ сағаттық эфир болды да. Эфирге кеткен кезде свет өшіп қайтып қосылғаннан кейін бүкіл телеканалдардың техникасы қуып кетеді да. И эфирдан бізді эфирге ала алмай қалды да. Сөйтіп 4 сағат прямой эфир жасағанбыз. Бір қонақ үзе алмайсың камераны, рекламаға кете алмайсың, сюжетке кете алмайсың, эфирге кете алмайсың. Сол жүргізушілермен на месте бірдеңелер ойлап тауып 4 сағат эфир жасаған кезіміз болған. Бірінші болды, ол кісі бір күнде 2 бағдарлама келісім беріп қойған. Біздің бағдарлама кешкі сағат 7-де мотор болса, мен алдын ала келісіп алған болатынмын. Менен кейінгі бағдарлама қай уақытта келу керек екен. Мысалы, ол кісі басқа бағдарлама 7-де мотор болса, мен де 6-ға қоямын. Мен өзім бүкіл жұмысын тастап, гостиницаға барып, киімін бәрін алып келіп, ол кісіні киіндіріп, ана бағдарлама кіргізіп, өлең айтқызып, қайтып бері қарай алып келіп, сөйтіп шешкен кездер болды жақында. Мен қонақтардан қолым босамай, бір ведущийіміз гримсіз шығып кеткен жұмыс. И арасында бізде перерыв болады ғой, жаңа реклама. Сол кезде бар жасаған. Күтпеген жағдайлар болып тұрады. Бірақ Бауыржан Момышұлы атамыздың жақсы сөзі бар. Батырды батыр жасайтын соғыс емес ситуация. Ситуациядан шығу керек, басқа амал жоқ. Кеш жарық емес. Жақсы. Жасырын болмаса кім екенін айта аласыз ба? Жоқ. Жалпы менің айтқым келген мындай ғой, мысалы сіз персонажсыз да, персонажды сізбен қалай шатастырып алуы мүмкін, сіздің нақты өзіңізбен. Рөлден шығармаған кезде болды ма? Қандай форс-мажор ситуациялар болды есіңізде қалған? Ешқандай. Вообще? Дәл қазір ауылыма шашым кіріп отыр. 2 сағат қалғанда арай деп звондайды ғой. Срочно бүгін предпоказ болады. Давай тез киін деп. Настроение бәрі быт-шыт болып қалды.
Жеткізуге тырысқан дүниемізді көрсете алдық деген ойдамын. Келесіде теледидар экранын қосқанда тележүргізушілер мен қонақтарды қоса экран сыртындағы еңбекті бағалай отырыңыздар.